Қайырлы күн, құрметті трейдерлер. Бүгін 2026 жылдың 1 маусымы дүйсенбі, және біз жаңа сауда аптасының алдағы күндері валюта, шикізат және қор нарықтарына әсер ететін негізгі оқиғаларды талдаудан бастаймыз. Инвесторлар орталық банктердің саясатына, әлемдік экономикасының жағдайына, таяу шығыстағы ахуалға және энергия тасымалдаушыларға деген жаһандық сұраныстың болашағына ерекше назар аударуда. Жалғастыруда. Бүгінгі күнтізбені шолып өтетін болсақ, қадірменді көрермен, бізде мінекей мынандай жағдай. Бүгін талқыланатын жағдайлар экрандарыңызда. Ол әрине де жалпы есебімен айтқанда Швейцария елінің ішкі өсімі туралы жарияланатын деректер, яғни жылдың бірінші бөлігінде болған жағдайлар туралы деректер, және үш бірдей өңірде болып жатқан жалпы кәсіпкерлік белсенділік индексі жарияланатынын көріп отырмыз. Яғни Еуропа өңірінде, ақш өңірінде және біз көріп отқандай Ұлыбритания өңірінде дәл осы деректер жарияланатын болмақ. Бұл да әрине нарыққа өзінің әсерін тигізетіні сөзсіз. Анық. Әрмен қарай DXY доллар индексіне көшейік, достар. DXY доллар индексі өткен аптаны шамамен 99 пункт деңгейінде аяқтап еді, ол есімізде. Және соңғы өсімінің жалпы басым бөлігін сақтап қалды. Америкалық валюта федералдық резервтік жүйесінің пайыздық мөлшерлемелері төмендеуге асықпайды деген күтулердің арқасында қолдау табуда. Жалғастыруда. ақш экономикасы бойынша соңғы деректер еңбек нарығының тұрақты екенін және инфляцияның көптеген инвесторлар күткеннен баяу төмендейді дегенін көрсетуде. Сондықтан ақш мемлекеттік облигациялардың кірістілігі жоғары деңгейде қалып отыр. 10 жылдық қазынашылық облигациялардың кірістілігі 4%-дан жоғары сақталуда. Бұл халықаралық инвесторлар үшін доллар активтерінің тартымдылығын арттыратыны анық. Сонымен қатар сарапшылар арасында ФРЖ-ның болашақ саясаты жөнінде пікірталастар жалғасуда. Жалпы кейбіреулер қымбат несиелер экономиканың белсенділігін баяулата бастайды деп есептейді, және жылдың екінші жартысында реттеуші саясатты жұмсартуға мәжбүр болады деп санайды. Басқалары болса, инфляциялық тәуекелдер әлі де жоғары екенін айтып, мөлшерлемелер қазіргі деңгейде ұзақ сақталуы мүмкін деген ой пікірде. Сондықтан енді ұзақ мерзімдегі перспективалар бізге түсінікті болып жатса, қысқа мерзімді перспективалар бойынша айта кететін болсақ, менің ойымша дәл сол 99 деген маңайға қарай жалпы доллар индексі көтеріледі деген ойдамын. Себебі, жалпы тұрақтылық динамикасын қарайтын болсақ, оның жалпы тұрақты деңгейі сол жерде болды, яғни соңғы апта туралы әңгіме қозғайтын болсақ. Әрмен қарай еуро-доллар жұбына көшейік, достар. Еуро-доллар валюталық жұбы жаңа аптаны қысым астында бастады. Еуропа экономикасы әлі де әлсіздік белгілерін көрсетуде, әсіресе Германиядағы жағдай алаңдатады. Еуроаймақтың өндірістік локомотиві саналатын бұл елде өнеркәсіп баяу қалпына келуде. Ал энергия тасымалдаушылардың жоғары бағасы еуропалық кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттеріне жалпы кері әсер етуде. Еуроға қысым көрсететін қосымша фактор, ол әрине де Еуропалық орталық банк пен ФРЖ арасындағы ақша несие саясатының айырмашылығы. Инвесторлар ЕОБ америкалық реттеушіге қарағанда мөлшерлемелерді тезірек төмендетуі мүмкін деп санайды. Бұл долларды қолдап еуроның өсу әлеуетін шектеуде. Сондықтан жалпы динамика енді қазір жоғары көрсеткіштер уақытша болады деген ой пікірге алып келеді, әсіресе осы жаңалықтарды аңғаратын болсақ. Әрмен қарай Ұлыбританиялық валюта туралы да әңгіме қозғайық, достар. Британ фунты да жаңа аптаны белгісіздік жағдайында бастауда. Фунт доллар жұбы Англия банкінің пайыздық мөлшерлемелеріне қатысты күтулерге өте сезімтал болып қалуда. Ұлыбританиядағы инфляция әлі де мақсатты деңгейден жоғары, алайда ел экономикасы біртіндеп баяулап келеді. Соңғы апталарда нарық қатысушылары жоғары мөлшерлемелермен тұтынушылық белсенділіктің төмендеуі аясында Британ экономикасының тоқырау қаупін жиі талқылауда. Соған қарамастан фунт Англия банкінің салыстырмалы түрде қатаң ұстанымы арқасында қолдау табуда. Көптеген инвесторлар британдық реттеуші мөлшерлемелерді төмендетуге басқа орталық банктерге қарағанда сақтықпен қарайды деп есептейді. Соңғы апталардағы басты тақырыптардың бірі ол әрине де дәл осы болып жатыр. Сондықтан әрмен қарай көрейік енді. Менің ойымша енді төмен динамикаға қайта оралады деген ой пікір менде бар, және көреміз. Ал келесі біз талқылайтын жағдай ол әрине де WTI мұнайы.
WTI маркалы мұнай мамыр айын жоғары құбылмалық жағдайда аяқтады. Негізгі драйверлер ретінде ол әрине де таяу шығыстағы геосаяси тәуекелдер мен ОПЕК плюс ұйымының ықтимал шешімдері қалып отыр. Инвесторлар мұнай өндіруші ірі мемлекеттердің әрекетін мұқият бақылауда. Егер өндірісті шектеу шаралары ұзартылса, жылдың екінші жартысында мұнай нарығында ұсыныс тапшылығы пайда болуы мүмкін. Мұндай жағдайда мұнай бағасы қосымша өсу серпінін алуы ықтимал. Алайда керісінше де тәуекелдер бар екенін айта кетейік. Егер әлемдік экономика баяулауын жалғастырса, мұнайға деген сұраныс болжамдардан төмен болып қалуы мүмкін. Бұл жерде әлемдегі ең ірі шикізат импорттаушысы саналатын Қытай ерекше рөл атқарады. Қытай экономикасы жалпы әлемдік нарықтар үшін негізгі белгісіздік факторлардың бірі болып қалуда. Соңғы айлар жылжымайтын мүлік секторындағы дағдарыстардан кейінгі қалпына келу процесін біркелкі жүрмей жатқанын көрсетті. Қытай үкіметі жалпы экономиканы қолдау шараларын жалғастыруда, алайда инвесторлар ішкі сұраныстың тұрақты өсімін әлі көрген жоқ. Құрылыс секторының әлсіз көрсеткіштері шикізат нарықтарына қысым түсіруде. Сонымен қатар Қытай билігі экономиканың құрылымын өзгерту мақсатында электромобильдер, жартылай өткізгіштер, жасанды интеллект және жоғары технологиялар саласында инвестицияларды көбейтуді жалғастыруда. Бұның барлығы енді ұзақ мерзімді перспективаларда мұнайдан бас тарту болмаса, сәл болса да енді тәуекелді азайту мақсатында жасалған жағдайлар. Бірақ енді геосаяси жағдайларды айта кететін болсақ, менің ойымша мұнай бағасы кішігірім төменге ұмтылуы тиіс, себебі қазір енді геосаяси шиеленістер аздап өз орнына келуде, келіссөздер жақындап келе жатыр деген ой пікірлерде өте көп. Әрмен қарай біз талқылайтын тақырып ол әрине де әдеттегідей жапониялық иена мен доллардың жұбы. Бұл жұп көп айлық максимумдарға жақын қалып отыр. Жапон иенасы ақш пен Жапония арасындағы пайыздық мөлшерлемелерінің айырмашылығының қысымының астында қалуда. Елдегі инфляцияның біртіндеп өсуіне қарамастан, Жапония банкі ақша несие саясатын қатаңдатуға өте сақ қарауда. Нарықта валюта интервенцияларының ықтималдылығы жиі талқылануда, және Жапон билігі валюта нарығындағы шамадан тыс алып-сатарлық қозғалыстарға жол бермеуге дайын екенін бірнеше рет мәлімдеді. Сондықтан доллар иена жұбы кез келген күрт қозғалыс инвесторлардың назарының жалпы жұпта, яғни кез келген қозғалыстар инвесторлардың назарын аударып жатыр деп айтқым келді, достар. Ал қысқа мерзімдік перспективаларды айтатын болсақ, бір қалыпта қалады деген ой пікірлер менде бар, және дәл осы орайда төменге ұмтылуы тиіс дәл осы көрсеткіштер. Ал әрмен қарай америкалық және канадалық доллар жұбыда трейдерлер үшін өте қызықты болып отыр. Канадалық доллар мұнай бағасының жоғары болуының арқасында қолдау табуда, алайда ақш долларының жалпы күшеюі канадалық валютаның нығаюына кедергі келтіруде. Сонымен қатар инвесторлар Канада банкінің болашақ шешімдерінде мұқият бақылауда. Қор нарықтарына негізгі драйвер ретінде жалпы жасанды интеллект қалып жатқанында айта кетейік, бірақ ол біз жалпы талқылайтын келесі тақырып екенін айту қажет. Жаңа ғана айтып өткен едік, яғни WTI маркасының мұнайы төменге ұмтылатын болса, бұл әрине де канадалық доллар үшін де дәл сондай импульсты жасауы мүмкін деген ой пікірлер бізде бар. Әрмен қарай қор нарықтары туралы бір-екі сөз айтатын болсақ, ол жақта әлі де сол баяғы жасанды интеллект негізгі драйверлерінің бірі технологиялық компаниялар есептеу инфрақұрылымына, деректер орталықтарына және AI платформаларына инвестицияларды ұлғайтуды жалғастыруда. Соның арқасында ірі технологиялық компаниялардың акциялары рекордтық деңгейге жақын саудалануда. Сонымен қатар сарапшылар нарық өсімінің аз ғана компаниялар тобына тәуекелді болуына байланысты алаңдаушылық білдіруде. Кейбір мамандар қазіргі жағдайды бұрынғы технологиялық циклдармен салыстырып, жекелеген активтердің бағалануы шамадан тыс жоғары болуы мүмкін екенін ескертуде. Алтын жалпы тақырыбы туралы да бізде қозғалынатын болады, және бұл жақта жалпы есебімен айтқанда тұрақты жағдай басталуда. Бағалы металл геосаяси тәуекелдердің экономикадағы мемлекеттердің қарыздарын жоғары деңгейде және орталық банктердің болашақ саясатына қатысты белгісіздіктен
кесірінен қолдау табуда. Сонымен бірге күшті доллар мен америкалық облигациялар кірістілігі жоғары болып қалуы алтын бағасының өсу әлеуетін шектеуде. Көптеген инвесторлар алтынды инфляция мен геосаяси тәуекелдерден ұзақ мерзімді қорғаныс құралы ретінде қарастырады. Сондықтан енді көреміз әзірге, бірақ жалпы есебімен айтқанда динамиканы қарайтын болсақ, алтын енді бір тұрақты деңгейде келе жатыр, ал қысқа мерзімді перспективаларды айтатын болсақ, менің ойымша сол баяғы деңгейге қайта оралуы әбден ықтимал деген ой пікірлер бізде бар. Әрмен қарай енді криптовалюта нарығы туралы бір-екі сөз айта кететін болсақ, бұл жерде де белсенділік сақталып отыр. Биткоин және басқа ірі цифрлық активтер институционалдық инвесторлардың қызығушылығын тартуды жалғастыруда. Алайда нарық жаһандық өтімділік жағдайына және әлемнің ірі реттеушілерінен келетін кез келген сигналдарға өте сезімтал болып қалуда. Осылайша жаңа сауда аптасы бірнеше маңызды тақырыптардың аясында басталуда. Инвесторлардың назарында ақш федералдық резервтік жүйесінің саясаты, әлемдік экономиканың болашағы, таяу шығыстағы жағдай, ОПЕК плюс шешімдері, Қытай экономикасының ахуалы және инфляцияның әрі қарай динамикасы болып жатыр. Дәл осы факторлар алдағы күндерде доллардың, еуроның, фунттың, мұнайдың, алтынның және қор индекстерінің қозғалысын анықтайтын болады. Сондықтан трейдерлер макроэкономикалық статистиканы, орталық банк өкілдерінің мөлшерлемелерін, мәлімдемелерін және геосаяси жаңалықтарды мұқият бақылауы қажет. Және маусым айы биылғы жылдың қаржы нарықтары үшін ең маңызды кезеңдердің біріне айналуы мүмкін, достар. Осымен біздің шолу өз мәресіне жетті. Жаңа ай енді қандай жаңалықтар бізге дайындап қойғанын мұқиятты бақылайтын боламыз, достар. Ал енді Форекс нарығы туралы жаңалықтарды жіберіп алмаймын дейтін болсаңыздар, міндетті түрде Амаркестің Инстаграм және Телеграм парақшаларына жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Амаркес Қазақстан YouTube арнасына жазылып, хабарламаларды қосып алуды да ұмытпаңыздар.